алаңға негіз мүлдем келіспеймін. Өткені Нұржанның жақсы көретін білеміз, и так та көрініп тұр. Алдына ситуация болды. Мысалға деп алайықшы, Ақеркенің бір проблемасы болды. Нұржан азанмен тұрып, соны шешіп берді. Осының өзі жақсы көрудің мысалы көрсетпей ма? Мысалы жігіт жағынан. Жоқ, Гала, оның бәрі дұрыс қой. Бірақ та сонда да мысалы бүйтіп қарайсың ғой сен, бұл ара қатынасы Нұржан барынша уже тырысуға да желание жоқ қой мысалы келгенде ше. Мысалға осы жерде де отыр жаңа Ақеркеге барынша андай бір керек емес дегенде қылып тұр да. Әрбір мелочь нәрсеге осылай ренжи берсе, бұл махаббат не үшін керек деген сұрақ қой. Енді ұрысқан екен, бірден бір қатты бір-бірінен татуласып кетпейді ғой. Енді шешу керек, ойлану керек деген сияқты ақылға салу керек. Ол ұрысқан екен, қайттан барып осылмаса талқыма кетпей ма, қайттан сол ошибканы істеп қоймай ма деп Нұржан да ойланған бар шығар. Ақерке де мысалы кішкентай қыз емес, сондықтан ойланып жүрген шығар. Бірақ түбі келгенде екеуі бір-бірін жақсы көрінеді. Бізге көрініп тұр ғой, сендерге көрінбесе, маған лично көрінеді. Екеуі бір-бірін жақсы көрінеді. Аян. Баласақан, мына жерде негізінде мен не көріп отырмыншы, бұл жерде әңгіме махаббатта емес сияқты. Сіздер махаббатты қалай түсінесіздер? Махаббат деген ол тек қана адамның қасында бірге болсаң болды деген нәрсе емес қой ол. Бұл жерде әңгіме махаббатта емес, әңгіме баланс жоқ та бұл жерде ешқандай. Негізінде отношение деген нәрсе қалай ол? Кейде Ақерке 20 болып қалса, Нұржан сен 80 болу керексің. Кейде сен 20 болған кезде, Ақерке сен 80 болу керексің да. Сендер осы уақытта не істейсіңдер? Ақерке ренжіп қалса, Нұржан сен де ренжіп қаласың. Сен Нұржан қырсығып қалса, Ақерке сен де қырсығып қаласың. Сендерде баланс жоқ та отношенияда. Ақерке еркелеп жатыр ма, қырсықтығын көрсетіп саған қарсы шығып жатыр ма? Нұржан сол моментте сенен 80 керек сол кезде ше. Ал егерде Нұржан бір нәрсеге ренжіп қалды, қырсығып қалды, ұнамай жатыр ма? Ақерке сенен 80 керек. 80 керек деген не ол? Сен тұрып құшақтап, жанына барып, кеш менімен бірге болшы деген нәрсе емес. Адамды покойына тастап, кішкене сеніп, сабыр қылып, мен өзім соны түсіне бастадым просто ше қазір. Сондай баланс болған кезде сендердегі жаңағы іштеріңде бар махаббат, түсіністікпен бір-бірлеріңді түсінесіңдер ғой. Сол кезде ол нәрсе қатаяды. Ал егерде бір-біріңе қырсығып жүре беретін болсаңдар, жай ғана жүре беретін болсаңдар, ол нәрседен ештеңе шықпайды. Просто бұл моментте мен не көріп отырмын? Екеуіңде де махаббат бар. Иә? Ол нәрсе мен Нұржанды да білем, Ақеркені де білем ше. Екеуінде де махаббат бар, тек гордость жіберіңдер. Қырсықтықты жіберіңдер. Ол нәрсе сендерге бақыт алып келмейді ертең. Жай ғана екі жақта сен страдать етесің, сен страдать етесің, қалады. Сол үшін бір түпке жеткілерің келе ма мақсатқа баланс ұстаңдар бір-біріңе. Болды.